сабағымыздың тақырыбы ертөстік ертегісі. Әли бүгін тағы сабақта жоқ. Бұл не деген бассызды ба? Жарайды, сабағын жалғастырамыз. Яғни, ертөстік ертегісі... Апай, мен негізінде 15 минутқа ғана кешіккем. Сізден қорқып 7 минут тұрдым далада. 20 минуттан кейін сабақ бітеді. Ол әлі жоқ. Егер әлі 5 минутта келмейтін болса, мен оны сыныптан қалдырам, директорға апарам. Сендерге де ескертем. Түсінікті ме? Апай, жігіттік сөзім. Қателеспейтін адам болмайды ғой, апай. Енді кешікпеймін. Сен қай бетіңмен ұялмай келіп сөйлеп тұрсың, а?